Расымен сондай. Мен бұрын кәм үлкен көрінетін. Маған тіпті бар ғой, армиядан келген жігіттер үлкен болып көрінетін бар ғой. Кәм үлкен ағалар секілді бар ғой. Маған сөйтіп көрінетін бе, сіздерге сөйтіп көрінетін бе? Жалпы маған көрінеді ме? Кәм мұрты бар, армиядан келген жігіттер бар ғой, кәм бір 18 жасында кетіп 40 жасында келіп тұрған сияқты армиядан. Сондай бір әсерде болатынбыз. Расымен өйткені кәдімгідей үлкен жігіттер кәм, жас болып кеткен жігіттер кәм бір. Сөйтсек 20 жастағы жігіттер кәм. Қазір 20 жастағы жігіттер мама мен не істеймін деп жүр ғой. Мысалы, ана жігіттер қылсаң кәм бойлары ұзын-ұзын, фуражка төбесінде. Келняшка алдында кән. Ауылға келіп бір апта киімін шешпей жүретін еді, мен есімде жаңа. Айғайлап жүреді ғой кешке қарай. Ва деп. Сонда мамамыз айтатын еді, көшеге шықпаңдар, кім мас жүр деп жаңа. Біз солдаттар терезеден қарап отыратын едік қой. Сонда бала кезімізден солдатқа деген махаббатымыз күшті болатын. Мен қашан әскерге барам, мама мен осылай қасаң солдат болам деп аналардың фуражкасын кисең кәм бір мәз болып қаласың кәм төбең көкке тигендей кәм мен солдат, мен пограничник болам, мен десантник болам деп альбомдарын көрген кезде вообще таң қалатынбыз. Зілдей тұғынғы кейбір ағаларымызда әлі бар шығар, сол альбомдар. Білмеймін неден істеген, 2 жыл ан жақта альбом істеді ме білмеймін, әйтеуір зілдей альбом, ана альбомды ашып қалған кезде бар кәм сейфтің есігі ашылған секілді каждый беті темірден бе деп сондай бір әсерде біз бала кезімізде кәм солдат болсам, мен әскерге барсам, мен қашан отанымды қорғаймын деп өстік. Қазіргі балдар, мысалы, солдат болам деп айтпайды. Айтпайды қазір солдат болам. Мен жақында ұлымнан сұрадым, кім боласың десең өскенде, Бэтмен болам дейді. Мен айттым, уже Бэтменге дейін деп тұрсың ғой дедім. Кішкене бір адамға ұқсасайшы құрсын бір. Жоқ, өйткені балдардан да кінәлауға болмайды. Қазір телевизордан көретін сондай мультфильмдер. Өйткені солдат жоқ қазір. Сіздер көресіздер ме солдат? Қазір әскерге кетіп жатыр, келіп жатыр деген бір бала көрмейсіз? Солдат жоқ көшеде бар ғой. Расымен, ана балдардың несіне кінәлайсыз, өйткені солдат жоқ. Бұрын кәм солдат кетіп жатыр, солдат келіп жатыр. Қазір жоқ. Баяғыда кәм армияға бару бір кәдімгі мақтаныш еді. Қазір позор ма, білмеймін, ешкім ештеңе айтпайды әйтеуір. Қазір солдат жоқ көшеде. Баяғыда кәм көшеде кешкілікте солдаттар кәм көшеде жүретін, қалалық жерлерде, кәм прогулкаларда жүретін. Ох деп біз кәм солдаттарды көрдік. Қазір солдат жоқ. Қазір ана 3 жаққа қарап тұратын 3 солдат бар, содан басқа солдат жоқ қазір бар ғой. Үшеуін 3 жаққа қаратып қойған ғой, не істеп тұрғанын білмейсіз, үшеуін байлақ қойған секілді, үшеуі 3 жаққа қарап тұрады. Ладно, біреу жолға қарап тұр, екеуі қайда қарап тұр, мен түсінбеймін дейді. Сол үшеуін деймін деп бір жаққа қаратып қойса болады ғой. Жоқ, үшеуін 3 жаққа қаратып қойған, үшеуі тұр бейді. Баяғыда солдаттар кәм шағайттағанда жерді қопарып кететін ғой. Ана үшеуін қарасаң көшеде бет кетіп жатады. Бірінің артынан бірі бет жаңағыдай. Өз аяқтарына өздері сүрініп, бір коттеджлардың артында, бір қораның артында. Үшеуін не істеп жүрген білмейсің, ешке бар ғой. Үстеріне киіп жүрген киімдерін көрсең, өздерінен 10 есе үлкен ана киімдер бар ғой. Ана қыста киетін дубленкаларын көрсең вообще бар ғой. Соларға нағып бір размермен киім беріп қоймайды, мен түсінбеймін бар ғой. Ана дубленкаларын көрсең бар ғой, дубленка бүйтіп тұрады, ішінде айналып жатса дубленка қозғалмайды ғой жағы. Жоқ, таң қалам бір соларға нағып бір мән бермейміз деймін, бір қызық бар ғой. Шынымен анарға қарап ешкім солдат болам деп айтпайды. Ана өздері солдат болғысы келіп тұрған жоқ ғой деймін, түрлеріне қарасаң бар ғой. Ана балдар анаған қарап солдат болам деп айтпайды. Қазір 21-ші ғасыр ғой деймін. Нағып осы бір шетелге барсақ, солардың бір солдатын, полицейскийлерін көрсең, кәдімгі бір қызығып жатасың, фотоға түскің келіп кетеді кәдімгі. Расымен ана үшеуінің қасына ешкім фотоға түскісі де келмейді. Шын айтамын, мен нағып бір кәм сол қаланың сәні ғой деймін да, не бір елімізге шетелден қонақтар келейін деп жатыр ғой. Ана үшеуін көріп айтады ғой, солдаттардың түрі мынау ма дейді ғой. Ана үшеуінің қасына бар ғой, деп қашып кетсең қуып жете алмайды сені бар ғой. Өз киімін өзі арқалап жүргенде әзір. Жоқ, расымен енді жоқ, мен шын айтамын, нағып бір киім тігіп соларға сықитып бар ғой, кәдімгі киімдер мощный шап-шақ қылып киім тігіп, фуражкаларын кигізіп, үшеу мейлі 3 жаққа қарап тұрсын, мейлі разы жоқ. 3 жаққа қарасын, 4 жаққа қарасын, бірақ киімдер күшті болып тұрса, қазір 21-ші ғасыр технологияның дамып кеткен заман, ана өз дөңгелекіп жүретін қазір секвой дегендер бар ғой, балдарымызға алып беріп, соны үлкендерге киетіні бар, соны аяқтарына кигізіп қойып, ана қаланың ішінде үшеу бірінің артынан бір зыр деп жүрсе, ұлдарымыз көріп айтады ғой, мен қашан өсем, осындай болғым келеді, осындай отанымды қорғағым келеді, осындай солдат болғым келеді, айтпайды емес, айтады. Ана үшеуіне қарап ешкім ештеңе айтпайды тіпті бар ғой. Ана үшеуінің қасынан өтіп жатсам, бүкіл ата-ана тілеп барады ғой, ішінде құрғыр балам армияға барып осылай тұрмаса екен деп жағады. Жоқ, 21-ші ғасыр, мен таңғаламын, нағып соларға көңіл бөлмеймін, мен түсінбеймін бар ғой. Барлық қаланың барлығы жарқырап тұрады, үшеуі ортасында тұрады, бет жағы 3 жаққа қарап жағы. Жоқ, мен айтайын, қазір балдарға айтсаң, өскенде кім боласың десең, неше түрлі айтып жатады. Қазір әртіс болам дейтіндер көп. Өйткені Инстаграмда әртістердің өмірін көп көрдім. Енді әртіс болмаған жаман емес, жақсы, бірақ жаппай әртіс болып кетсек тағы болмайды ғой, елді қорғайтын адамдар керек. Жоқ, біздің мына әскерде не бір мықты солдаттар жүр, киімі де жарасқан, тепсе темір үзетін қазақтың жігіттері жүр. Соларды нағып Инстаграмға салмайды өмірлерін деймін. Парашюттан секіріп отырған, танкінің ішінде отырған, шағайттап жатырған плацта. Ай, аналарды жиі көріп, балдарымыз кәдімгі махаббат ашылады отанын қорғауға. Мен әскерге барамын өскеннен кейін, басқа қатармандар оқып тұратындар. Мен бірінші
отанды қорғап келген айтпайды ма? Айтады. Қазір жігіттерден қорқатын болдық. Қазір қалалық жерлерде қазір көбейіп жатыр. Армияны ойламайды қазір. Мынандай жігіттердің саны көбейіп жатыр. Мен сіздерге айтайын, енді айтпайтын несі бар оның. Шалбарын жапсырып киіп алады бүйтіп. Анау шалбар ма, колготки ма білмейсің бар ғой жаңағы. Өздерінше бір модный бар ғой. Сенің киімің бір киінбес, аналар бір шашын мын жағын бүйтіп қырт тастаған бүйтіп жаңағыдай. Тізеге тиіп бүйтіп жаңағыдай. Ауыз жерге түсіп жаңағы. Қолтығы мына тізеге тиіп, ана стильный өздерінше қол майысып көшеде бүйтіп кетіп батырған кезде жүрегің ауырады ғой. Қазақтың жігіттері осындай деңгейге жетіп қалды ма, не мынау дейсіңдер кәдімгі. Өздері одан ұялып та жүрген жоқ, спокойно кәдімгі. Везде сейчас так деп қойды, везде так бола берсін. Қазақта никак ондай болмаған, мысалы үшін. Ана үйленсейші, нағып жүрсін десең, скоро деп қой, бүйтіп кетіп батады бір. Таңғаламын. Мен кейбір өлкелерге барсақ, біз айтамыз, Астана десе Қорғалжын көз алдымызға түседі. Ана Маңғыстау десек, ойбай, Жаңаөзен жақ, Семей десек жаңа аяқ. Одан да сондай жігіттердің саны көп болсын бар ғой елімізде. Кәдімгідей өзінің елісін жүрсін, кәдімгі бүйтіп тұратын бар ғой. Әкешім мәдеп тұратын кәдімгі сондай жігіттер бар. Өйткені мен шын айтайын, Астананың өзінде де мына вокзал жақ, Қосшы, мына біздің Көктал жаққа қарай барсаң, көшеге қарай қараңғы түскенде бір жігіттер бүйтіп тұрады ғой, 4 жігіт. Солардың қасынан өтіп батасың ғой, бір шын айтайын бар ғой. Банағы жігіттің образына өзің кіріп кетесің ғой кәдімгі бар ғой. Аман есен өтіп кетсем жақсы болады, еді ойбай ай деп жаңағыдай. Жоқ, рас айтамын, одан да сондай жігіттердің саны көп болсын. Бәріміз осы отырған залда отырған бәріміз сондай керемет жігіттеріміз. Өйткені патриоттық сезім жоқ. Адам ол қазақша концертке келмейді. Шын айтайын, одан да қазақтың жігіттері осындай біз секілді, сіздер секілді кәдімгі ата-анасына қорған болатын, аға болып жүретін осындай азаматтар, елін қорғап жүретін, намысын оятатын осындай жігіттер көп болсын. Өйткені жаңа қазір қорқатын болды. Баяғыда өйткені мен білемін, бір қыз әйел адам машинамен кетіп жатқанда біз таңғалатынбыз. Анан қара машинамен кетіп жатыр, анан қара бір әйел адам машинамен кетіп жатыр деп бір за рулем маймыл кетіп жатқандай сөйтетінбіз. Қазір оған үйреніп қалдық. Қазір әйел адам машинамен жүрген нормально болып қалды. Баяғыда кәдімгі бір қыз шалбар киіп жатса таңғалатынбыз. Қазір шалбар деген кәдімгідей нормально болып қалды. Бір әйел темекі шегіп тұрса біз баяғыда шошитынбыз. Қазір спокойно, өзіңнен зажигалка ұстап кетті мысалы үшін деймін. Мен жалпы әскерде мен бір соғыс шақырып тұрған ештеңем жоқ. Бір ұлдарымыздың кішкентайынан отанымды қорғаймын, елімді қорғаймын деп өскеннен асқан бақыт жоқ. Солдатқа қарап өссе, үлкен ағаларымызға қарап өссе, бұрын армия естеріңізде болса 2 жыл болатын еді. Одан кейін морфлот 3 жыл болды. Морфлотта служить еткендер бар ма? 3 жыл. Море. Ана жерде бір жігіт морфлот міне, қол соғып қошемет көрсетіп қойған. 3 жыл морфлотта болған. 2 жыл әскерде болғандар бар ма? Вот міне бүкіл жігіттер 2 жыл. Одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін жыл жарым болды. Жыл жарым армияда болғандар бар ма? Жалғыз бір жігіт барыпты ғой. Молодец, бәріміздің атымыздан. Одан кейін 1 жыл болды. 1 жыл болғандар бар ма? Уже көрдің, уже азайып бардым біз вообще. Қазір 1 ай деген армия бар екен ғой, 1 ай. Рахат. Бара-бара вообще түске дейін деген шығатын шығар жаңағы. Рахат, мамаң оятады, тұр кет бар армияға барып кел бар. Мен обед істеп қояйын жағы. Соған жететін шығармыз деймін де, одан да отанын қорғайтын нағыз азаматтар аман болсын. Мен әскерде болған, әскерді армандайтын жігіттің жүрегінде отанына деген патриоттық сезім ешқашан өшпейді. Осындай азаматтар аман болсын. Жанында жүрген арулар, сіздер бақытты болыңыздар. Рахмет.